Бұл дәрістің мақсаты ересектер мен балалардың денсаулығы мен әлеуметтік әл-ауқатына гендерлік зорлықтың ықпалын көрсету. Бұл слайд ОНФ-ның гендерлік зорлық-зомбылыққа арналған тренингінен алынды. Классификация тым қасаң, бірақ оның артында адам трагедиясы тұр. Жәбірленуші үшін гендерлік зорлықтың физикалық, психологиялық және әлеуметтік экономикалық салдары ауыр. Физикалық және сексуалды зорлық-зомбылықтың байланысы көп. Слайдта 2 факт көрсетілген. Жалпы алғанда, физикалық зорлық-зомбылық көрген барлық әйелдің 3-тен 1-нен бастап жартысына жуығы сексуалды зорлық туралы хабарлайды. Физикалық зорлық-зомбылық көрген әйелдердің түгелге жуығы ауыр психологиялық зорлық-зомбылыққа ұшырайды. Гендерлік зорлық-зомбылық жәбірленушіні өліміне жетелеуі мүмкін. Мысалы, зорлаушы жәбірленушіге ауыр жарақат келтіруі оның өлтіруі ықтимал. Кейде зорлық-зомбылық құрбаны қатты ұялып өзін кінәлайды. Ол өзін өлтіруге дайын. Бала көтерген әйел зорлық-зомбылыққа ұшыраса, бұл мерзімінен бұрын босануға, қан кетуге әкелуі мүмкін. Ал бұл ана мен жаңа туған нәрестенің өлуінің бір себебі болуы ықтимал. Қиянат жасаушы жәбірленушіге ЖИЦ немесе С гепатиті сияқты өлімге әкелуі мүмкін, ауру жұқтыруы мүмкін. Бұл слайд гендерлік зорлық салдарының тізімін жалғастырады. Зорлық-зомбылықты басынан өткерген әйелде психосоматикалық және соматоформалық бұзылыстардың даму қаупі жоғары. Созылмалы депрессияға байланысты ол бұзылыстарды психосоматикалық бұзылыстар деп атайды. Мысалы, асқазан жарасы, гипертония, экзема, нейродермит және тағы басқа. Соматоформды бұзылыстар соматикалық бұзылыстарға ұқсас, бірақ созылмалы шаршау синдромы сияқты мазасыздық пен депрессиямен көбірек байланысты. Қаржылық жағдайдың нашарлауы, жұмыс қабілетінің төмендеуі, созылмалы шаршау, эмоцияны анықтай алмау, алекситимия, қоғамдық белсенділіктің төмендеуі. Бұл тізім жәбірленуші шегер зардаптардың толық емес тізімі. Анасы көрген зорлық-зомбылық құрсақтағы балаға да ықпал етеді. Мәселен, жәбірленушінің баласы аз салмақпен дүниеге келеді. Бала тұрмыстық зорлық-зомбылықтың куәсі болса, балалық шақтың мазасыздығы мен депрессиясының барлық көріністері, агрессивті және автоагрессивті мінез-құлықтың әртүрлі формалары байқалуы мүмкін. Дәрігерлер көбінесе мына жағдайлармен күреседі: қалаусыз жүктілік, созылмалы ауырсыну синдромы, өзіне зиян келтіру, депрессия және мазасыздық, посттравмалық стресстік бұзылыс, алкоголь, тітіркенетін тоғышек синдромы, гинекологиялық аурулар.